Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, драматург, философ, қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы. Ол 1840 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. 1904 жылы 58 жасында дүниеден өткен. Оның қазан шақырылып қойылған есімі Ибраһим болған. Абай жастайынан алғыр, зерек болып өскен. 10 жасынан бастап өлең жаза бастаған. Оның әртүрлі тақырыптарда өте көптеген шығармалар. Соның бірі ислам негізінде, ислам шеңберінде жазылған өзінің философиялық туындысы Алланың өзі де рас, сөзі де рас деп аталады. Біз осы Абайдың шығармасын өз тобымызбен бірге орындауды жөн санадық. Қабыл алыңыздар. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті. Алланы танытуға сөз айырмас. Күллі мақлық өзгерер, Алла өзгермес. Әхлі кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі, өзімшіл мінезбенен, бос сөзбенен қасқартпай түзу келмес. Адамзатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, сол алған адамзатты. Адамзатты бәрін тыңдайды қызбай біледі ойлар. Әнспенен таласы болсаң, ойла, айттым, адамдық атты жойма. Алланың, пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз. Пайда мақтан әуес қой шайтанысы, кәні біздің нәпсіні тыйғанымыз. Дінде осы шын ойласаң тағат осы, екі дүние бұл тастиқ қақтың сөзі, осыларды бұзатын және үш іс бар, пайда мақтан әуес қой, онан шошы. Абай Құнанбайұлы 6-шы қара сөз. Қазақтың бір мақалы өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе болады білмейді. Қазақ ойлайды, ас ортақ, ат ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қалады. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын қолдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін бірі алдаудың амалын іздейді. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті дос көріп, қымбат көріп адам өлімді жау көріп, ахиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қойдан қызмет қылуға қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес, көңілі тірі болса, міне соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің болса, ақыл табуға сөз болмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қылмайсың. Кеселді жалқау шықпас, әзір тамақ, әзір ас, сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Одан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнен өзар.